Сәлеметсіздер ме? Бұл видеоны мен бір сұрақтан бастайын. Бір көміртек атомының массасын таразда өлшей аламыз ба? Бұл сұраққа жауап беру үшін көміртектің бір атомының массасын қарастырып көрейік. Ол 1,199 оның минус 26 дәрежесіне тең екен. Көріп тұрғандай, бұл өте кішкентай сан. Қазіргі кезде белгілі ең дәл аналитикалық таразылар оның минус 9 дәрежесіндегі килограмм, яғни мына жерге дейін бізге массаны көрсете алады. Яғни ең дәл аналитикалық таразымен біз көміртектің бір атомын өлшей алмаймыз. Алайда біз көміртек атомының 1 молін алатын болсақ, онда таразыда 12 грамм деген сан шығады. Яғни өткен видеода талдағандай, бізге зат мөлшерімен жұмыс істеу ыңғайлы. Массаның тұрғысынан да әрбір мольдің массасын есептеуде жеңілірек тапсырма болып табылады. Сондықтан бүгінгі біздің сабақтың тақырыбымыз малярлық масса. Малярлық масса не екенін анықтаудан бұрын моль анықтамасын қайталап алайық. Моль дегеніміз 0,12 килограмм көміртек құрамында болатын атомдар санына тең құрылымдық бөлшектер болатын зат мөлшері, және бұл 6,22 оның 23 дәрежесіне тең. Бұл санды біз Амадео Авогадроның құрметіне Авогадро саны деп атаймыз. Ал малярлық масса деп біз заттың 1 молінің массасын атаймыз. Жаңағы мысалдан біз көміртегі атомының 1 молінің массасын көрдік. Бұл 12 граммға тең. Малярлық массаны біз М әрпімен белгілейміз, және оның өлшем бірлігі грамм-моль. Малярлық масса сандық жағынан салыстырмалы молекулалық массаға тең. Алайда салыстырмалы молекулалық массаның өлшем бірлігі жоқ. Ал малярлық массаның өлшем бірлігі грамм-моль. Мысалы, сірке қышқылының салыстырмалы молекулалық массасы 60, ал сірке қышқылының 1 молінің массасы 60 грамм. Және малярлық массаны біз 60 грамм-моль деп жазамыз. Тап солай, кальций карбонатының салыстырмалы молекулалық массасы 100, ал малярлық масса 100 грамм-моль. Мына жерге назар аударып көріңіз. Салыстырмалы молекулалық массаны біз R деген әріп жазамыз, ал малярлық масса тек қана М әрпімен жазылады. Енді өткен видеода талдаған мысалдарға қарап көрейік, және 1 моль заттардың массасын қарастырайық. Мысалы, 1 моль темірді алатын болсақ, оның құрамында 6,22, оның 23 дәрежесіндегі темір атомдары бар. Және 6,022 көбейтілген оның 23 дәрежесіндегі атомдардың массасы 56 грамм болып табылады. Яғни бұл 1 моль темір. Тап солай, 1 моль аммиакта бізде 6,022, оның 23 дәрежесіндегі аммиак молекулалары бар. Және бұл молекулалардың массасы 17 грамм болады. Және магний иондарының 1 молін алатын болсақ, Авогадро санындай магний иондарының массасы 24 грамм болады. Енді осы сірке қышқылын алып, біз зат мөлшері және масса арасындағы пропорцияны құрайық. Жаңа айтқандай, сірке қышқылының малярлық массасы 60 грамм-моль. Яғни 1 моль сірке қышқылының массасы 60 грамм. Егер мысалы мен 45 грамм сірке қышқылын алсам, онда оның зат мөлшері қандай? Бұны біз пропорцияны шығару арқылы табамыз. Зат мөлшерін біз 45-ті 1 мольге көбейтіп 60-қа бөлу арқылы табамыз. Бізде грамм қысқарады, және жауабы мольмен беріледі, яғни 0,175 моль. Осы пропорциядан көріп тұрғандай, егер бізге заттың массасы белгілі болса, онда оның зат мөлшерін біз малярлық массаға бөлу арқылы таба аламыз. Яғни бұл міне формула. Масса берілген массаны біз малярлық массасына бөлеміз. Ал керісінше, бізге зат мөлшері белгілі болса, онда біз заттың массасын таба аламыз. Ол үшін зат мөлшерін малярлық массаға көбейтеміз. Бұл өткен видеодағы зат мөлшері мен құрылымдық бөлшектер арасында қатынасқа өте жақын. Көріп тұрғандай, біз оны да осындай үшбұрыш арқылы көрсете аламыз. Егер бізге зат мөлшерін табу керек болса, біз заттың массасын сол затқа сай тұрақты малярлық массасына бөлеміз. Ал құрылымдық бөлшектер мен біз құрылымдық бөлшектер санын тұрақты Авогадро санына бөлеміз. Енді зат мөлшері, масса және құрылымдық бөлшектер арасындағы қарым-қатынасты көру үшін мына кестеге қарап көрейік.
Мына кестеде бізге никель, сірке қышқылы және кальций иондары берілген. Осы заттардың құрамындағы құрылымдық бөлшектер әртүрлі. Егер біз осы заттардың 1 молін алатын болсақ, онда оның құрамындағы құрылымдық бөлшектер саны да Авогадро санындай болады. Және олардың малярлық массасын біз таба аламыз. Ал егер біз осы заттардың 1 молі емес, басқа зат мөлшерін алсақшы. Мысалы, никельдің біз 2 молін алатын болсақ, онда оның осы 2 мольдің құрамына кіретін никель атомдарын санын табу үшін біз Авогадро санын оның зат мөлшеріне көбейтеміз. Себебі бізде енді 2 есе көп никель бар. Бізде 1 моль болды, енді 2 есе көп никель. Тап солай атом сандары да 2 есе көп болады. Яғни 12,44 көбейтілген 10-23 дәрежесі. Тап солай, егер 1 мольдің массасы 59 болса, онда 2 мольдің массасы да 2 есе көп болады. Яғни бұл 118-ге тең. Сірке қышқылының жарты молін алайық. Егер біз жарты мольді алатын болсақ, онда атом саны да 2 есе аз болады. Ол үшін Авогадро санын зат мөлшеріне көбейтеміз. Сонда бізде 2 есе аз 3,11 көбейтілген 10-23 дәрежесіндегі молекулалар саны шығады. Ал осы молекулалардың массасын табу үшін біз көріп тұрмыз, малярлық массасы 60, яғни бұл 1 мольдің массасы, ал жарты мольдің массасы 2 есе аз болады. Бұл 30 граммға тең. Және кальций иондарының 3 молін алайық. 3 молі болса, бізде 3 есе көп иондар саны болу керек. Көріп тұрмыз, бұл 3 есе көп, 18,66 көбейтілген 10-23 дәрежесі. Массасы да 3 есе көп болу керек. 3-ті 40-қа көбейтсек, бізде 120 грамм шығады. Масса, зат мөлшері және құрылымдық бөлшектер бір-біріне пропорционал екенін көріп тұрмыз. Енді мына жаттығу есепті шығарып көрейік. Берілген заттардың зат мөлшерін анықтаңыз. Бізге көміртек, гелий және натрийдің белгілі массалары берілген, және осы масса бойынша біз олардың зат мөлшерін табу керекпіз. Зат мөлшерін табу үшін бізге осы берілген массаны осы заттардың малярлық массасына бөлу керек. Бұл заттар барлығы да жай зат болғандықтан, олардың малярлық массасы олардың орташа салыстырмалы атомдық массасына тең болады. Көміртек мысалынан бастайық. Көміртектің зат мөлшерін табу үшін біз берілген массаны оның малярлық массасына бөлу керекпіз. Яғни бізге 25 грамм берілген, оны біз оның малярлық массасына бөлеміз. Көміртектің малярлық массасы жоқтап алсақ 12 грамм моль болады. Грамм мен грамм қысқарады, және мольдің -1 дәрежесі алымына моль болып көшеді. Жауабымыз 25-ті 12-ке бөлсек 2,1083. Келесі мысал 10,5 грамм гелий. Тап солай біз берілген массаны гелийдің малярлық массасына бөлу керекпіз. 10,5 грамм гелий берілген, оның малярлық массасы гелийдің салыстырмалы атомдық массасына тең. Яғни 4 грамм моль. Грамм-грамм қысқарады. Зат мөлшері мольмен беріледі. Және 10,5-ті 4-ке бөлсек 2,1625 моль шығады. Келесі тапсырма. Бұл 15,175 грамм натрий. Ол үшін жаңағыдай массаны біз оның малярлық массасына бөлеміз. Натрийдің малярлық массасы 23 грамм моль. Грамм қысқарады, жауабымыз мольмен беріледі, және 15,175-ті 23-ке бөлсек 0,1685 моль шығады. Келесі тапсырма кішкене басқаша. Мұнда бізге зат мөлшері берілген, және осы зат мөлшеріне сәйкес заттың массасы берілген. Бірақ біз бұл заттың формуласын білмейміз, сондықтан біз оның малярлық массасын анықтай алмаймыз. Алайда бізге зат мөлшері мен массасы белгілі болса, онда осы формуладан көріп тұрсыз. Малярлық массасын біз массаны зат мөлшеріне бөлу арқылы таба аламыз. Яғни малярлық масса бізде масса бөлінген зат мөлшері. Өлшем бірлігі бойынша масса бізде грамммен беріледі, және зат мөлшері бізде мольмен беріледі. Яғни граммды мольге бөлсек ештеме қысқармайды, және грамм моль бұл малярлық массаның өлшем бірлігіне сәйкес. Бірінші мысал
зат мөлшері 0,0570 моль және массасы 15,86 грамм болатын диазепамның малярлық массасы қандай? Диазепам деген бұл валюм деген дәрі-дәрмектің құрамына кіретін зат. Оның формуласын білмейміз, бірақ малярлық массасын осы информация бойынша таба аламыз. Яғни 15,86 граммды 0,0570 мольге бөлеміз. Грамм моль қысқармайды, яғни біздің өлшем бірлігіміз грамм моль болып шығады. Және алымын бөліміне бөлгенде бізде 284,174 шығады. Тап солай, екінші мысалға қарап көрейік. Екінші мысалда зат мөлшері 0,0005 моль және массасы 0,0406 грамм болатын холестериннің малярлық массасын табу керек. Холестериннің малярлық массасын табайық. Тап солай, массына оған сәйкес келетін зат мөлшеріне бөлу керекпіз. Грамм моль қысқармайды, өлшем бірлігі грамм моль болады. Алымын бөліміне бөлсек, 386,66 шығады. Енді сізге үйге тапсырма. Интернеттен диазепам мен холестериннің формуласын тауып, малярлық массасын тексеріп көріңіз.